Достар, барлықтарыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бұл каналда сіз ағылшын, корей, түрік тілдерін нөлден бастап қалай оқу керек, қалай үйрену керек, сол туралы сабақтарды көретін боласыздар. Алдыңғы сабақта мен ағылшын алфавиті әр әріптің қалай оқылатынын сіздерге көрсетіп өткен болатын. Ал бұл сабақта мен дауысты дыбыстардың оқылуын сіздерге көрсететін боламын. Олай болса, каналға тіркеліп отырыңыздар. Кеттік, сабақты бастаймыз. Ағылшын тілінде сіздер білесіздер 6 дауысты дыбыс бар дедім. Олар A, I, E, O, U және соңғысы Y. Y дауысты да және дауыссыз да болып келеді. Сол себепті бізде 6 дауысты дыбыс бар ағылшын тілінде. Ең алдымен ағылшын тілінде біз дауысты дыбыстардың қалай сөз оқыған кезде әртүрлі дыбысталуын, мысалы біздің қазақ тілінде қалай тұр, дәл солай сөздер бір-біріне әріптер қосылып, бір сөз болып оқыла береді. Ағылшын тілінде оған байланысты емес, оның орналасқан орнына байланысты сөздің басында, ортасында, не болмаса жан жағында дауысты, не болмаса дауыссыздың келгеніне байланысты ол әріптер өзгертіліп оқылады. Мұнда назар аударайық, ағылшын тіліндегі дауысты дыбыстар ашық буын және жабық буында болып оқылады. Ашық буын дегеніміз, егерде сөз дауысты әріпке, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, оканчивается на гласную букву. Егер дауысты әріпке аяқталатын болса сөз, онда біздің мынау алфавиттегі көрсетілген дауыстыларымыз алфавитте қалай тұр, дәл солай оқылады. Алфавитті біз алдыңғы сабақта көрсеттік, жаттаған кезімізде A, B, C, D деп жаттадық, яғни алфавитте бізде А әрпіміз A деп көрсетіліп тұр, яғни ашық буын болған кезде A әрпіміз дәл сол қалып оқылады. Екінші I әрпі алфавитте I болып тұр, дәл солай I болып оқылады. E әрпі алфавиттегідей И болып оқылады. O әрпі O, U әрпі U, не болмаса U болып оқылады. Екіншісі ол жабық буын. Жабық буын дегеніміз, яғни сөз буынымыз біздің согласный, мына жерде көрсетіп тұрғандай, оканчивается на согласную букву. Яғни буын дауыссыз әріппен аяқталады, жабылады. Сол кезде алфавиттегідей емес, яғни біздің дауысты дыбыстарымыз алфавиттен өзгеше, басқаша болып оқылады. Мысалы, A әрпіміз алфавитте A болса, жабық буын болған кезде Ә болып оқылады. I әрпіміз алфавитте I болса, жабық буында И болып оқылады. Ал үшінші И әрпіміз жабық буында Е болып оқылады. O әрпіміз О және U әрпіміз А болып оқылады. Ары қарай әрқайсысына жеке-жеке тоқталып түсіндіремін. Ең бірінші ашық буындағы A әрпі. Ашық буын дегеніміз, яғни буынның соңында дауысты келіп тұр. Мұны жерге назар аударамыз. Барлық сөздер, буындар соңы дауыстымен аяқталып тұр. Name, take, cake. Мұнда А деген әріп бізде дауысты, И ол да дауысты. Соңы аяқталуы қандаймен аяқталып тұр? Дауыстымен аяқталып тұр. Сол себепті біз A әріпін дәл алфавиттегідей A деп оқимыз. Артынан қайталап бірге оқыңыздар. Мысалдарды бірге оқиық. Name, take, lake, lazy, Jane, brave, Kate, sail, cake, play, skate, gate, pail, game, plate, bake, make, bacon, late, same. Олай болса, ары қарай кеттік. Екінші әрпіміз I әрпіміз. Алфавитте I болып тұр. Мұнда буынға бай және К. Екі буын болып тұр. Буынның екеуі де дауысты дыбыспен аяқталып тұр. Сөздің соңындағы И әрпі ол дауысты дыбыс, сол үшін бұл ашық буын болады да, және I әрпіміз дәл алфавиттегідей I болып оқылады. Мысалда менімен бірге қайталап оқыңыздар. Bike, like, right, mic, nice,
tiger, lion, white, kite, hide, pine, nine, wine, rice, mice, sight, line, five, size, pipe, mile, high, fine, sight, tie. Келесі слайдқа назар аударамыз. Келесі әріп бізде и әріпі, алфавиттегі и қалай тұр, дәл солай оқылады. Мұнда буынның барлығы ашық, соңында дауысты дыбыстар келіп тұр. Мысалды менімен бірге қосылып оқиық. He, me, we, Pete, Eve, be, behave, decide, lean. Келесі әріпіміз бізде O әріпі. Алфавитте O, P деп келеді, яғни P-дің алдында тұрған әріп бізде O болып оқылады. Мұнда ашық буын, буынның барлығы дауыстымен аяқталып тұр. Назар аударамыз және мысалды менімен бірге қайталап оқимыз. Rose, nose, stone, bone, soul, Joe, home, Rome, bone, rope, joke, hope, close, alone, scone, hello, open, go, no, so. Келесі әріпіміз U әріпі. Алфавитте бұл әріп соңғы болып келетін әріптердің бірі U әріпі. Қалай тұр? U болып тұр, U не болмаса O болып тұр. Дәл сол күйі алфавиттегідей оқимыз. Мұнда буындардың барлығы ашық болып тұр. Сол себепті бұны алфавиттегідей U деп оқимыз. Мысалды бірге қайталайық. Duke, lute, judo, June, July, tube, blue, pupil, computer, student, cube. Назар аударсаңыздар, бүкіл сөздердегі U әріпі U болып оқыды. Келесі бізде жабық буын, ашық буынның мысалдарын келтіріп өттік. Енді жабық буынның мысалдарын келтіреміз. Тағы да естеріңізге сала кетейін, жабық буын дегеніміз бұл соңғы, яғни буынның соңы дауыссыз дыбыспен, дауыссыз әріппен аяқталады және алфавиттегідей емес, басқаша оқылады. Бірінші, A әріпі алфавитте A болып оқса, жабық буын болған кезде Ә болып оқылады. Ә. Мынау төрт бұрыштың ішінде тұрған транскрипция, яғни оқылуы. Келесі сөздерге назар аударайық. Мына мысалдарды қарап, менімен бірге қайталап оқыңыздар. Bag, can, fat, bad, cannot, has got, an, Sam, rabbit, and, map, sad. Мұнда назар аударсаңыздар, сөздердің барлығы A әріпінің екі жағында да, жан жағында дауыссыз дыбыс тұр. Яғни осындай қысқа буынды дауыссыз дыбыспен аяқталатын сөздерде A әріпі Ә болып оқылады. Келесі I әріпі мұнда И болып оқылады. Өйткені дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр және сөздердің барлығы қысқа сөздер. Мұнда тек қана бір дауыстыны көріп тұрмыз, иә? Тек қана I әріпі дауысты, қалған буынның аяқталуында дауыссыз. Сол себепті I әріпі алфавиттегідей емес, И болып оқылады. Мысалдарды бірге қайталайық. Pig, big, is, his, it, six, Tim, swim, sing, skip, slim, in, sit, Jim, pink, stick, tick, lip,
ring. Жарайсыздар, қайталап болсақ, келесі и әрпіне назар аударамыз. И әрпі алфавитте и болып оқылғанымен, жан жағында дауыссыздар, яғни буын дауыссыз аяқталса, и әрпіміз е болып оқылады. Өйткені мұнда назар аударсаңыздар, тек қана бір дауысты тұр. Барлығы жабық буынды сөздер. Мысалды бірге қайталайық. 10, pen, hen, pencil, 7, red, gray, ben, len, bed, bell, let, bess, tess, man, met, kept. Жарайсыздар, келесі әріп о әріпі. Алфавитте о әріпі о болып оқылғанымен, жабық буынды сөздерде о болып оқылады. Қысқаша кәдімгі біздің қазақ тіліндегі о сияқты о болып оқылады. Мысалды бірге оқиық. Dog, lot, got, hot, not, cock, tom, on, stop, frog, rock, soft, clock, long. Келесі ю әрпіміз. Жаңа ашық буынды болған кезде, назар аударсаңыздар, біз юді қалай тұр, солай ю деп оқыдық. Ал мұнда мүлдем басқаша ю әрпі аға айналып кетеді. Транскрипция 4 бұрыштың ішіне назар аударсаңыздар, мұнда транскрипция а әрпінің а болып оқылуы, дыбысталуы а. Мұндағы буындардың барлығы жабық дауыссызбен аяқталып тұр. Сол себепті ю әрпін біз мұнда а деп оқимыз. Бірге қайталайық. But, not, hug, rug, duck, luck, run, funny, jump, mom, up, sun, gun, fun. Жарайсыздар, енді біздің бүкіл дауыстыларымызды айтып біттік. Ашық және жабық буында қалай болатынын айтып өттік. Енді мынау жаттығуға назар аударайық. Мұнда таблица берілген, ашық буын және жабық буын деп. Астында шашылып тұрған транскрипциядағы мынау әріптердің дыбысталуын мұнда дұрыс жерге қойып өтулеріңіз керек. Ең алдымен открытый слог, ашық буын, яғни ашық буынды қалай оқылады дедік. Ашық буын болса, дәл алфавиттегідей оқылады. Олай болса, ей әрпіміз алфавитте ей болып оқылса, қайсысын қоямыз? Дұрыс айтасыздар. Мынау бірінші тұрған транскрипцияны қоямыз. Ей. Екінші ай әрпіне қай транскрипцияны қоямыз? Дұрыс айтасыздар. Мынау ай деген транскрипцияны қоямыз. Үшінші алфавитте келетін и әрпіне. Дұрыс айтасыздар. Үшінші тұрған транскрипция айды қоямыз. Оуды қоямыз. Юға мынау тұрған ю деген транскрипцияны қоямыз. Келесі таблицаға назар аударайық. Жабық буындағы әріптер, яғни алфавиттегіден басқаша болып оқылатын болса, қайсысын қоямыз? Ей бізде ә болып оқылады. Дұрыс айтасыздар, мынаны қоямыз. Екінші ай әрпі и болып оқылады, яғни мынау транскрипцияны қоямыз. Үшінші и әрпіміз е болып оқылады. Ені қоямыз. Ары қарай о әрпіміз жай о болып оқылады. Оны қоямыз. Ең соңғы ю әрпіміз бізде а болып оқылады. А деген транскрипцияны қоямыз. Енді дұрыс қойдық па? Тексеріп өтейік. A, I, E, I, O, U. Ә, Е, И, О, А. Жарайсыздар достар. Және ең соңғы жаттығуды жасап өтейік. Мына сөздерді қазір менімен бірге қосылып оқып шығайық. Тілімізді жаттықтыру үшін және бүгінгі өткен ашық және жабық буынды тамамдау үшін мына мысалды оқып шығайық. N, yes, black, big, has, tennis,
cat, pen, jump, dog, merry, slim, fat, sad, angry, fun, pigs, duck, can, isn't, sun, swim, must, got, has got, funny, sing, ugly, Tom, run, not, cannot, can't, red, pencil, long, black, gray, clock, nick, stick, cat, a hen, a hat, bill, Jim, frog. Жаттығуымызды соңына дейін оқып біттік достар, жарайсыздар. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, видеоны басынан бастап тағы да қарап шығуға кеңес беремін. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ары қарай сабақтардың жалғасы болады. Осылай рет-ретімен нөлден бастап қалай дұрыстап оқу керек, қалай екі әріпті бір-біріне қосу керек, сөздердің дыбысталуы қандай, барлығын сіздерге түсіндіретін боламын. Соңына дейін қарағандарыңызға тағы да рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.